Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 10-шы бөліміне келдік. Яғни 2 бөлімін бірге санағанда 10-шы бөлім. Ал теледидарды 2 бөлімді бірге қосып береді. Яғни 1 мен 2, 3 пен 4 деген секілді. Мен енді 2 бөлімді бірге қосып айтамын. Бұл бөлімде Чағла мен Эврин екеуі Бахардың айтуы бойынша кездеседі. Чағла былайынша Эвриннің жақсы екенін біледі және оның басқаны жақсы көретінін де біледі. Екеуі дос ретінде сөйлеседі, сырласады. Содан кейін кетіп қалады. Одан кейін Ораз бен әкесі Тимур екеуі балыққа барады. Екеуі теңізге балыққа барады. Екеуі шамалы сөйлеседі, бірақ екеуінің сөйлескені жараспайды. Одан кейін әкесі Ораздың иығындағы бір нәрсені алайын деп жатқан кезде Ораз қорқып кетеді. Сол кезде әкесі: мен сені ұрайын деп жатқан жоқпын, жай иығыңдағы мынау тұрған нәрсені алып тастайын деп жатырмын дейді. Сол кезде екеуі дұрыс сөйлесе алмай, баласы, яғни Ораз қорқып кетіп, әке мен кете берейін, басқа да шаруаларым бар деп кетіп қалады. Одан кейін Ораз Серенге барады, кешке қарай больницаға. Ол кезде Серен больницадан шығып келе жатады. Серен айтады: сен, Ораз, бұл уақытта не істеп жүрсің дейді. Сол кезде Ораз айтады: сен мені кешірмегеніңді білемін, бірақ мен сені қатты жақсы көремін деп құшақтай бастайды. Қатты жылап, екеуі құшақтасып, білмеймін, енді бір жаққа баратын шығар. Келесі күні тату-тәтті болып келеді. Соған қарағанда араларында бір нәрсе болған. Сөйтіп ал Реңген мен қызы екеуі атасына, яғни Реңгеннің әкесіне келеді. Реңгеннің әкесі қызына айтады, яғни Реңгенге жылап: кешір мені, қызым, бар, не жасасам да сен үшін жасадым деген сияқты біраз нәрсе айтады. Одан кейін қайтыс болады. Реңген қатты жылайды. Одан кейін Тимур үйге келеді. Тимур үйге келгеннен кейін Бахар үйде отырады. Сол кезде Бахардың қасына барып, өзінің балалық шағы туралы есіне түседі. Балалық шағы да қиын өткен. Әкесі доктор болған, өзі сияқты доктор болған, өте қатал кісі болған. Балам, менің жаным менің деп ешқашан айтпаған. Тимур осы әкесінің алдына келіп: мен өзім басқа мамандықты, мен ұмытып қалдым қазір, басқа мамандықты таңдаймын деп айтады. Бірақ сол кезде әкесі оған айғайлап: не, сен сондай мамандықты қалайсың ба, еркек адам деген хирург болу керек деп айғайлайды. Сөйтіп осы Тимур хирург болуға шешім қабылдайды. Және дәл осы кезде Тимур үстіне жейде киген, жейдесі қолы түрілген болатын. Сол кезде Тимурдың әкесі оған айғайлайды: не, сен шпаналар құсап, дұрыстап киен, сен түзу тұр деп айғайлайды. Сол қиын кездерінің барлығы Тимурдың көз алдында, құлағында естіліп қалған. Мен де біртіндеп әкеме ұқсап бара жатырмын деп мұңайып отырады. Дәл осы сәтте Бахарға барлық мұңайған нәрселерін айтып отырады және өзі сияқты, әкесі сияқты болып келе жатқанын біледі. Және дәл осы кезде Бахарды құшақтай жөнеледі. Бахар: мен саған лайықты емеспін, сонда да қасымда болғаныңа рахмет деп біраз әңгіме айтады. Бахар айтады сол кезде: адам ешқандай, бұл дүниедегі адамдардың барлығы мінсіз емес дейді. Мен де мінсіз емеспін, сен де мінсіз емессің, сенің әкең де мінсіз емес дейді. Сол кезде Тимур айтады: менің әкем мені ешқашан жақсы көрмеген, бірақ сені жақсы көрген дейді. Сол кезде айтады Бахар: өйткені сен оның әкесісің, әкесі болғасын, оның жақсы болғанын, сенің жақсы болғаныңды қалайды, ал оған мен ешкім емеспін, сондықтан мен қандаймын, дәл солай қабылдайды дейді. Мысалы, мен ерке болсам, дәл сол күйінде қабылдайды, ал сені бұл өмірде сынып кетпесін деп мықты болуға үйреткісі келген шығар дейді. Сол кезде тағы да айтады: мен саған лайықты емеспін, Бахар дейді, сонда да қасымда болғаныңа шүкір дейді. Одан кейін екеуі екі жаққа кетеді, жылап құшақтасады, өз бөлмелеріне кетеді. Одан кейін Реңген Тимурға звондайды, әкесі қайтыс болғанын айтады. Одан кейін әкесі қайтыс болғаннан кейін Реңген больницадан шығып келе жатады, қызымен бірге, парламен бірге. Сол кезде Тимур да машинадан түсіп, оны бірден көріп құшақтай бастайды. Құшақтап: әкеңнің арты қайырлы болсын деп екеуі біраз сөйлеседі. Сол кезде оны Эврин дәрігер сыртынан бақылап тұрады. Тимур осы Реңгеннің үйіне барады. Үйіне барған кезде есікті Парла ашады. Парла Тимурды қуып жібереді, яғни: сен анама керек емессің, сен оны жай ғана алдап жүрсің деген сияқты әңгімелер айтады. Сол кезде Тимур айтады: Реңген, қызыңа бір нәрсе деші дейді. Сол кезде Реңген де айтады: біздің Парла дұрыс айтады, сен мені жай ғана алдап жүрсің дейді. Одан кейін есікті қатты жауып тастайды. Реңген Тимур өзінің үйіне кетеді. Одан кейін келесі күн болады, Бахар жұмысқа келеді. Тақсирдің өлгенін естіп, дереу түнде Тимурдың кеш келгенін біледі.
бірақ ол сол күні кеш келеді. Сол кезде Тимур айтады, осындай мен бір кісіні, қатты ауыр жағдай болды, сол кісіні мен басқа ауруханаға жібердім деп Бахарға айтады. Бахар азанда жұмысқа келгеннен кейін дереу ол жаман ойлайды, өйткені ол Ренгиннің әкесі қайтыс болғаннан кейін Ренгиннің әкесінің қасында болды деп ойлайды. Содан кейін сол Тимурдың дәл айтқанындағыдай құжаттарды іздей бастайды. Құжаты дәл сондай болып шығады, яғни бағанағы ауру кісі басқа емханаға көшіп кеткенін растайды. Бахар сабасына түсіп шамалы өз-өзіне келеді. Одан кейін Омай мен Парла екеуі баяғы көшеде қабырғаға сурет салған жерде екеуі кездеседі. Екеуі кездескеннен кейін екеуі ренжісіп қалады. Ренжіскенде Парла айтады, сен менің досым деп ойлап жүрсең, сен маған өтірік айттың ғой, сен анаңа берген жоқсың ғой ол суретті дейді. Сол кезде Омай, иә мен берген жоқпын, ренжімеші, ол суретті мен жоғалтып алдым, қайда қойғанымды білмеймін дейді. Сол кезде Омай қайтадан ойланып, сен оны қайдан білесің, мен саған тек қана бердім деп қана айттым ғой, анама ұнады, сен оны қайдан біліп тұрсың дейді. Сол кезде Парла өзі де біртүрлі болып қалған кезде, біртүрлі болып қабырғадағы баяғы екеуінің салған скрытный өздерінің есімдерін, екеуінің бір-біріне қойған есімін өшіріп, сол суретті өшіріп жатады. Сол суретті Парла өзінің әкесі мен анасы туралы сурет салған, сол суретті өшіріп жатады. Сол кезде бір жас бала келіп, сен неге өшіріп жатсың оны деп айғайлайды. Сол кезде Парла айтады, сен не шаруаң бар, бұл біздің суретіміз, біз өзіміз өшіргіміз келеді дейді. Сол кезде жаңағы жас жігіт, мені өшірмеңдер, мен осындай нәрсе, осына қабырғадағы суретке түсіріп Инстаграмға салып отырамын дейді, және подписчигін көрсетеді. Сол кезде екеуі таң қалады. Бұл шынымен де сенің Инстаграмың ба деп. Жаңағы жігіт айтады, егер де қаласаңдар, екеуің қалауларың бойынша дәл осындай сурет салсаңдар, мен Инстаграмға жүктеп отырсам дейді екеуіне. Олар енді келісті ма, келіспеді ме білмеймін, енді келесі серияда оны көреміз. Одан кейін Эврен мен Бахар екеуі шатырда сөйлеседі. Бахар айтады, мен Ораз бен Серен екеуінің сүйісіп тұрған жерін көріп қалдым, мен әдейі көрген жоқпын. Мен осы уақытқа дейін балам менен ешнәрсе жасырмаған еді, бұл жолы маған айтқан жоқ, мен біртүрлі болып өзімді жат сезініп отырмын дейді. Сол сәтте Эврен айтады, иә, мен сені түсініп тұрмын, және Оразды да түсінемін. Егер де оның орнында болса, мен де сөйтер едім дейді. Бұл жерде Серен де оның Ораздың анасы екеніңді білмеді. Сондықтан бұл жер шиеленісіп кетті. Егер де Серен сенің анаң екен, яғни енесі екеніңді білгенде өзінің басын ұрар деп шамалы прикол айтады. Сол кезде Бахар да күледі. Одан кейін Бахар асханаға түскі ас ішіп отырады. Сол кезде Эврен келіп қасына отырмақшы болып жатқан кезде Тимур жүгіріп келіп алдын бөгеп Бахардың қасына отырып қалады. Сол кезде сыртынан Ренгинді көріп қалады, дереу сол жерде қызғанып кетті ма, әлде әкесі есіне түсіп кетті ма, сол жерде дем ала алмай жылап қалады, жылай жөнеледі. Одан кейін қасындағы бір кісі Ренгинді көтеріп өз бөлмесіне алып кетеді. Одан кейін Тимур дереу асханадан шыққаннан кейін дереу Ренгиннің бөлмесіне барады. Да ұстап алып, мен сенің қасыңда болғым келеді дейді. Ал Ренгин болса, кел қасымда бол, неше минут бола аласың, 5 минут, 20 минут бола аласың ба дейді. Сосын Ренгин тағы да күліп, қой 20 минут көпті кетер дейді. Деп оған есікті жауып шығуды Ренгин Тимурға бөлмеден шығуын сұрайды. Дәл сол сәтте осы Ренгиннің жағдайын сұрауға Бахар келе жатқан, бірақ оны Тимур байқап қалып, дереу есіктің артына тығылып қалады. Ренгин оны алдынан тосып алады да, Бахар не болды дейді. Ал Бахар болса, мен сенің жағдайыңды сұрауға келдім, әкеңнің арты қайырлы болсын, мен сенің жағдайыңды сұрап, шамалы екеуміз сөйлесейік дейді. Мүмкін екеуміз шерт тарқасармыз дейді. Сол кезде Ренгин ашуланып, сен менің ешкімім жоқ деп ойлайсың ба, менің сүйіктім бар, және менің Парла демейді енді, менің қызым бар, менің қасымда адамдар бар, сенің сөзіңе мен мұқтаж емеспін деп айғайлап кетіп қалады. Ал Бахар болса таң қалып, біртүрлі болып, бұның дені сау ма дейді. Бұның дені сау ма деп кетіп қалады. Одан кейін Азиз одан кейін анасының телефонымен звондап, анашым осы жерге келші дейді. Сосын анасы дереу келеді. Сол кезде Азиз айтады, анашым, маған ренжіп қалған жоқсың ба дейді. Жоқ, не үшін ренжуім керек, мен оны әдейі көрген жоқпын, байқамай есікті ашып қалып едім, екеуің тұр екенсіңдер, ренжімеңдерші, әдейі көрген жоқпын дейді. Бағанағы Серен екеуінің құшақтасып тұрғанын айтып жатыр. Сол кезде кім айтады, Азиз айтады, мен саған алдындары айтуым керек еді, бірақ екеуіңнің жұлдыздарыңның қарсы екенін көріп жүргесін, тіпті Серен сенің атыңнан арыз
шағым тастағасын одан сайын айтқым келмей қалды, оны жек көріп қалған шығар деп ойладым дейді. Сол кезде анасы айтады, мен сені түсініп тұрмын, ол мені сенің анаң екеніңді білгенде мүмкін басқаша болар ма еді, ол ешнәрсе білмейді ғой, сондықтан сондай болып жүр. Және балам, сен бақытты болсаң, мен де бақыттымын, сенің таңдауыңа мен ешқашан қарсы шықпаймын дейді. Сол кезде Азиз қатты қуанып кетіп, анашым, сен әлемдегі ең жақсы анасың дейді. Және де осы Серен өзінің қызын жақтай бастайды. Серен өте жақсы қыз, сондай сыпайы, арасында енді сондай мінездері бар дейді. Сол кезде қайтадан Бахар айтады, мен сені түсінемін балам, сенің таңдауыңа мен ешқашан қарсы шықпаймын деп қайталайды. Сол кезде қуанып есікті жауып кетіп қалады. Ал Бахар болса ішінен мен өзінің енесі туралы айтады, мен сол сияқты болмаймын, Серен просто так қалай айтсам болады, Серен өзі сондай тік мінезді, ол мінезі жақсы деп өзін өзі алдай бастайды. Алдап жатқанына өзі де күлкісі келеді. Одан кейін Тимур мен Эврен екеуі кездесіп қалады жұмыс бойынша. Сол кезде сөйлескеннен кейін жаңағы Эврен телефонын шырылдап, телефонында сүйіктім осындай, алло, қалайсың сүйіктім, осындай бір кафеге кездесейік дейді. Сол кезде дереу кешкі сағат 8-де кездесейік дейді. Сол кезде дереу Тимур оны неғылып есінде сақтап қалып Бахарға да айтады, осындай бүгін екеуміз кешкі ас ішейік дейді. Бахар да қуанып кетіп кешкі асқа жаңағы кафеге келеді. Дәл сол сәтте Тимур мен бағанағы Эврен дәрігер мен Чагла екеуі кешкі ас ішіп отырады. Дәл сол сәтте Бахар мен Тимур да келеді. Тимур барынша екеуін қосқысы келеді. Чагла, сен жақсы жігіт тауыпсың, Эврен сондай жақсы жігіт, әрі бойдақ, сондай красавчик деген сияқты нәрселер айтады. Екеуі біраз сөйлеседі сол жерде. Сол кезде Бахар келеді. Бахар енді қысқа көйлек киіп, бояу жағып, шашын көтеріп, сондай әдемі болып кеткен. Сол кезде жаңағы үшеуі Бахарға қарап таң қалып, Эврен мен Тимур екеуі Бахарға ғашық болып қалады. Сол кезде барлығы бірге ас ішейік деп отырып бірге ас ішеді. Бахар мен Тимурдың екеуі сөздері жараспайды. Бір-бірін Тимур үнемі Бахарды кемсітіп отырады, ал Эврен оған біртүрлі таңғалып отырады, және оны байқап, Чагла да байқап отырады. Сол кезде Чагла айтады, Тимур, сен баяғыда сондай тұғынсың, сен қалай өзгермегенсің, 20 жыл бұрын да сондай тұғынсың дейді. Ал Тимур оны приколға тығып, сен де сондай 20 жыл бұрынғыдайсың, әлі бойдақсың, сенің күйеуің жоқ деп оны да приколға тығады. Сол кезде Чагла айтады, сен сондай Тимур, сен сондай әзіл қойсың, қалай осындай әзілдерді тауып айтасың, сен бір күн бұрын дайындалып, әзіл айтуға дайындалып келесің бе дейді. Ол енді мысқылдап тұрған ғой. Сөйтіп сөйлеседі, сол сәтте бірге күледі. Сол кезде рентген туралы болып кетеді әңгіме. Барлығы рентгенді Тимурдан сұрай бастайды. Сол кезде Тимур айтады, сендер неге мені рентген болса менен сұрайсыңдар, мен рентгеннің қасында жүрмедім, неге менен қайта рентген туралы сұрай бересіңдер дейді. Сол кезде Бахар айтады, білмеймін не үшін сенен сұрайтын, әйтеуір барлығы рентгенді сенен сұрайды деп, ол да Бахар да айтып қалады. Сол кезде айтады, сен рентгенді айтқан кезде не бетің қызарып кетті дейді. Сол кезде жаңағы Тимур, менің бетім қызарып кетті ма деп, неге барады, кетіп қалады ана жаққа, мен барып бет қолымды жуып қайтайын деп кетіп қалады. Сол кезде 10-шы бөлім аяқталады. Ертеңгі бөлім сондай қызық. Егер де ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Жақсы сау болыңыздар.